Қосқұлақ руынан Нәурзек тараған. Со Нәурзектің Аманбай Қаражан түркесінің қалыңдығынан туған Бибғали деген қызының қызымын, жиенмін, Табынайдың қызымын. Әкем аты Мұқан, өзімнің атым Жұмагүл. Қарабауыр деген Аманбай атаның жатқан жерінде мынан пәленше деген жер, Қарабауыр деген жер бар. Аманбай атам бала болып ойнамаған дейді, көкек болып ойнайды екен дейді. Мен мынау тек Бибіғали анамның айтқан сөздері. Қаражан атам болса, ол да күшті азаншы болған кісі екен. Мына Түрке деген болса, Түркеден үлкен үй. Түркеден бір ұл, 3 қыз болған, ай болған, үміт, көбіт, сосын кім? Қашқынбай деген бала болған. Мына Қаражаннан Ықылас, Юхан, сосын кімнен болса, Ықыластан болса, менің шешем қалыңдықтан туған. Юқан нағашымнан 2 қыз бар, Гүлсара, Сарагүл деген. Қыдыршата бар. Қыдыршатаның мынаяғында 12 километр жерде Қазанғап деген ата бар. Сол жерде не бар? Жертөле бар. Бұрын көміліп жатыр еді, енді ашты қазір. Мешіт салып, адам ашып. Сол жерде Аманбай атам адам емдеген. Бұл жерге барып, мен де арқам ұстап, айқайлап барып, мына жұрттардың басына ұрып шығыппын. Үкі аласың деп. Қазір менде құрттай үкі бар, оны көрсетем күшін. Сол жерден үкі алып тапқанбыз. Содан біз деген іздеп, Аманбай құдықты іздеп таба алмай жүрсек, бір жерлерден шыққанда, үкі құсы бар ғой, сол жерден шықты бүйтіп ұшып. Аманбай Түрке Қаражан деп жазулы тұр.